Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі Қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы, қадір деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағынаны береді. Сол себепті бұл түнде адамның бір жылдық тағдыры ғана емес, ризық несібесі де жазылады. Қадір түні не істеу керек? Өкінішке қарай көбі қадір түнін жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Қадір түні мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес, үйде немесе мешітте өткізген абзал. Ішімдік ішуге, адамдардың сыртынан ғайбаттап, өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға тыйым салынады. Достармен көңіл көтеріп, ән айтуға, билеуге, сауық кешін ұйымдастыруға болмайды. Ал теледидардан ойын-сауық бағдарламалары мен фильмдердің орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік терезелерді ашып қою да қате. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуі тиіс. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Қадір түні оқылатын дұғалар. Айша анамыз пайғамбарымыздан Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Уа Алланың елшісі, қадір түнінде қандай дұға жасайын деп сұрағанда, Алла елшісі: уа Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түнінің құрметіне Раббымыздан барша мұсылманның амандығын, өзара достық пен бауырмашылдықтың артуын, ислам әлемінің бір тұтастығы мен күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеуіміз шарт. Қадір түні қай уақытқа дейін жалғасады? Қадір кеші күн батып ауыз ашқан сәттен бастап таң ататын уақытқа дейін жалғасады.